Смағұл Елубайдың Ақбөз-үй трилогиясы ашаршылық сталиндік қуғын-сүргін тоқырау заманын қамтыған ең ірі көркем туындылардың бірі. Жазушы бұл еңбегінде ерекше суреткерлігі мен трилогиясының көркем құрылымымен көзге түседі. Автор кеңес кезінде ашаршылыққа ұшыраған халықтың хал-ахуалын, асыра сілтеудің елге әкелген зардабын шебер суреттеп, ел басқарып отырғандардың жағымсыз қылықтарын, пасықтығы мен әділетсіздіктерін әшкерелей жазады. Ақбоз-үй нәубетті заманының шындығы арқау болған бірден-бір роман. Журналист Жеңіс Шынбековтың тілімен айтсақ, Смағұл Елубай өзінің Ақбоз-үй роман трилогиясында өткен ғасырдың басы мен орта тұсына дейінгі қазақ ұлты көрген құқайды бажайлап, терең зерттеп, өткір де тұшымды тілмен баяндап берген. Жазушы 30-шы жылдардағы ақтаңдақтар, қарадақтар, миллиондаған жазықсыз жандардың аштан қырылып, қуғын-сүргінге ұшыраған кезеңнің, Ұлы Отан соғысының зардаптары, одан бергі тұралау, тоқырау заманы тарихының кең ауқымды панорамасын жасай білген. Романды оқып отырғанда халықтың елім айлап зар жылағанын, күңіренген үнін естігендей боласыз. Аштан бұралып, қырылып жатқан бала шаға, шал кемпір, жазықсыз қиянат көрген ер азаматтың тартқан жан азабы тап кинодағыдай көз алдыңызға келіп, төбе қиқаңыз шымырлайды. Зіл батпан салмақ түскен жүрегіңіз, төс сүйегіңізді тесіп, шығардай тепкіленіп бұлқынады. Халыққа қасірет әкелген қатыгез заманға екі қолыңды теріс жайып, қарғыс айтқың келеді.